Сәлем достар, мен бүгін сіздермен аса маңызды, бірақ көбіміз елей бермейтін жалпы көрсеткіш ферритин жайлы сөйлескім келеді. Көп адам анализ тапсырып, гемоглобинім жақсы екен деп сол жерден қоя салады. Бірақ неге екені белгісіз, адамның бойында шаршау, әлсіздік, ұйқысырау, ұйқышылдық, ұйқысыздық та және де шаш түсу секілді симптомдар қалады. Сонда мәселе неде? Бүгін осы сұраққа нақты жауап беремін, медициналық тұрғыда, бірақ қарапайым тілмен. Бірінші сұрақ: ферритин дегеніміз не? Ферритин деп отырғанымыз, жалпы көп адам ферритин деген сөзді естіген кезде таң қалады. Негізінде ферритин біздің ағзамыздағы темірдің қоры. Яғни сіздің ағзаңыз темірді күн сайын пайдаланып тұрады, ал ферритин сол темірдің қоймасы. Егер қойма бос болса, денеңіз оттегіні жеткілікті ала алмайды. Содан энергия жетпейді, бас айналу, шаш түсу, бас ауыру секілді симптомдар организмде пайда болады. Мысалы келтірейін. Мысалы, сіздің телефоныңыз зарядта тұрғандай, бірақ ішкі батарея әлсіз болса, ұзаққа шыдамайды ғой. Ферритин де дәл солай батарея секілді. Енді гемоглобин нормада, ал ферритин төмен болса не болады? Бұл ең жиі кездесетін жағдай. Адам анализде мысалы гемоглобиннің деңгейін 120-130 деп көреді де, бәрі жақсы дейді. Бірақ ферритин 10-15, тіпті 5-ке дейін түсіп кетуі мүмкін. Яғни қан оттегіні әзірге жеткізіп тұр, бірақ та қоймамыз біздің бос. Сол кезде ағзада баяу темір тапшылығы дамиды. Мұны медицинада латенттік железодефицитная анемия деп атайды, яғни темір жетіспеушіліктің латентті стадиясы деп аталады. Бұның белгілері: таңертең тұрғанда шаршау болады адамда, шаш пен тырнақ әлсірейді, жаңағыдай өзіндік тырнақ сынғыш болады, тырнақтың өзінің ішке кіріп тұрған сияқты формаға ие болады. Одан бөлек тері бозарады, еріннің де түсі бозғылт болып келеді, тітіркенгіштік болады, адам көңіл күйі түсіңкі болады, немесе құбылмалы болуы мүмкін. Одан бөлек бас айналу, жүрек қағуы артуы мүмкін, ми тұманданып тұрған секілді болады. Мысалы, мәселен, менің кейбір науқастарым темір деңгейі жақсы болғанымен, ферритин деңгейін көтергеннен кейін барып өзінің жағдайын жақсы сезініп жатады. Ендігі сұрақ: неліктен ферритин төмендейді? Көбінесе ерлі адамдарға қарағанда әйел адамдарда ферритин деңгейі өте тез төмендеп кетеді. Оның көп жағдайда, яғни себебі әйел ағзасы темірді өте көп жоғалтады. Яғни ай сайын етеккір кезінде, жүктілік және бала емізу кезінде, одан бөлек босанғаннан кейінгі қан кетулерден әйел адамдардың организмде темір деңгейі тез төмендейді. Ал ерлерде де ферритин деңгейі төмендейді, бірақ ол қандай жағдайларда? Мынандай себептер әкелуі мүмкін. Яғни кедей, темірге бай кедей тамақтану, одан кейін гастрит, целиакия, асқазан резекциясы сияқты сіңірілудің бұзылыстары кезеңінде дамуы мүмкін, және де жиі донор болған жағдайда немесе созылмалы қабыну аурулар кезеңінде ферритин деңгейі төмендеп кетеді. Енді маңызды ескерту: кейде ферритин төмен түсіп кетсе де, гемоглобин деңгейі қалыпты болса, дәрігерлер барлығы сізде қалыпты деп жіберіп жатады. Осындай кезде сіз өз организміңізді тыңдаңыз. Яғни сізде жаңа жоғарыда айтылған симптомдар болса, онда ферритин деңгейін тексеріп көргеніңіз абзалырақ болады. Енді ферритин деңгейі жалпы қалыптыда қандай болу керек? Мысалы, ер адамдарда қалыптыда 50 мен 300-дің арасында, ал әйелдерде 30 бен 150-дің арасында, яғни ВОЗ бойынша қалыпты деп саналады. Бірақ та әйел адам өзін жақсырақ сезіну үшін ферритиннің деңгейі хотя бы 70-тен басталу керек. Яғни 70 пен 100-дің арасында болса, бұл әйел адамның организмі үшін жақсырақ дегім келеді. Ал ер адамдарда 50-ден жоғарырақ болса, тіптен жақсы болар еді. Және де сіздерге қызықты факт айта кетейін: жүкті әйелдерде егер де ферритиннің деңгейі 30-ға дейін болатын болса, онда
балада оттегі жетіспеушілігі дамиды. Яғни қазір екінің бірінде балаларда УЗИ головы, яғни бастың ультрадыбыстық зерттеу кезеңінде басты туғаннан кейінгі балаларда жаңағыдай гипоксия деп анықтап жатады. Оның барлығы осы әйел адамдардың жүктілік кезіндегі құрсақта оттегінің жетіспеушілігінен болып табылады. Яғни оттегі жетіспеушілігі не алып келеді? Әрине осы жерде ферритиннің жетіспеушілігі болып табылады. Ендігі ферритинді біз қалай көтереміз? Яғни біріншіден ол алиментарлы әдіспен, яғни тағам арқылы көтереміз. Екіншісі ол дәрі-дәрмектердің көмегімен көтере аламыз. Тағам арқылы бірінші қадам бұл темірге бай тағамдарды қосамыз. Оларға сиыр еті, бауыр, тіл, жүрек, қарақұмық, жасымық, жұмыртқаның сарысы, шпинат, анар, алма секілді жемістер жатады. Бірақ айта кету керек, өсімдіктің темірі 10% ғана организмге сіңетін болса, ал жануардан келетін темір 30% организмге жақсы сіңеді. Ендігісі екінші жолы ол жаңа препараттармен дедік. Ол жерде егер ферритиннің деңгейі бізде 30-дан төмен болатын болса, 5, 10, 15 болған жағдайларда, онда біз тамақпен оны көтере алмаймыз. Сол үшін міндетті түрде біз препараттарды қосамыз. Мысалы, оларға ферумлек, мальтофер, сальбифер, тотема деген секілді препараттар жатқыза аламыз. Бірақ оларды біз организмге өз бетімізше енгізбеуіміз керек күнделікті өмірге. Дәрігердің қабылдауымен, дәрігердің айтуымен ғана ішкендеріңіз абзалырақ. Өйткені темір препараттары бізде 2 валентті, 3 валентті деп бірнеше топтарға бөлінеді. Яғни олардың қайсысы организмге жақсы сіңетінін, сіздің жағдайда қайсысы дұрыс екенін тек дәрігер ғана біледі. Енді осы жерде препаратқа қатысты ескерту айта кетейін. Темір препараттарын міндетті түрде таңертеңге аш қаранға ішу керек, бірақ С дәруменімен бірге. Сонда С дәруменімен бірге ішсеңіз, ағзаға темір жақсы сіңеді. Ендігі осы жерде препараттарды ішу кезеңде немесе жалпы темірді жоғарылату мақсатында біз не істеуіміз керек? Не істеуге болмайды осы жерде? Темірді ішкен соң біз кофе, сүт, шай ішуге болмайды. Және кальций қоспасын бірге қабылдауымызға болмайды. Өйткені бұл темірдің организмге сіңуін төмендетеді. Одан кейінгі біз ферритин көтерілгеннен кейін не өзгереді? Көп адам ферритиннің деңгейі көтерілген соң ұйқысы дұрысталады, көңіл күйі көтеріледі, энергия пайда болады, шаш тез өседі, және де тіпті теріміздің өңі жақсаратын болады. Себебі ағза оттегіні толық ала алады. Бұл ферритиннің ең нақты эффектісі болып табылады. Ферритин осы жерде айта кетейін, энергияның да, сұлулықтың да, сабырдың да кілті болып табылады. Ендігі қорытындылай кетейік. Егер де сіз өзіңізді шаршаңқы, әлсіз сезінсеңіз, тек гемоглобинге сенбеңіз. Міндетті түрде осы жерде ферритинге анализ тапсырғаныңыз дұрыс. Ол сіздің жасырын темір қоймаңыз, және ол бос болса, ағзаңыз ешқашан толық жұмыс жасай алмайды. Яғни толыққанды сіз ойлағандай өнімді жұмыс жасай алмайды. Денсаулық ол өзіңізге деген қамқорлықтан басталады. Егер менің бүгінгі түсірілген видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер, комментарий қалдырыңыздар, және де ферритиннің жалпы төмендеуін нақты көтеру жоспарын келесі видеоларымда толығырақ айтып беретін боламын. Және арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Дананың денсаулыққа каналы. Көріскенше сау болыңыздар.